Сәлем достар, сіздермен Нұргүл Жарамазан қызы бүгін ақшадан сувенир жасайтын боламыз. Сіздерге ең бірінші қағаз керек, ыдыс керек, шелек, цемент, мысалы гипс болса да болады, сосын 30 сантиметр ағаш керек. Жалпы доптан да жасауға болады, домалақ шаригында. Мысалы мына қағаздан да жасауға болады, газеттен, қағаздан. Шелекке горшок болсын, қандай ыдыс болса да соған цемент болмаса гипс болсын езіп алып, жаңағы горшогымызға құйып 30 сантиметр ағашымызды қойып, қатырып аламыз, қатқанша қоямыз. Содан кейін қағазымызды айналдырып домалақ қылып алып, сыртын скотчтап, доптың көлемінде қылып скотчтап қоямыз. Ортасын тесіп аламыз, себебі бізге ағашқа клей жағып кигізу керекпіз. Ыссы клейді жағамызда мына ағашымызға кигіземіз. Жалпы 30 сантиметрге қылсаңыз жақсы болады, себебі 50 сантиметр ұзын болып жаман көрінеді ағаштың ақшаларын жабыстырған кезде. Жалпы ақшаны жабыстырғанда үлкеннен бастап жабыстыру керек, ең астына үлкенін, одан кейін кішілерін сөйтіп жабыстырған жақсы. Барлығын дайындап алдық. Манағы скотчтап алған қағазымызға жәймендеп жабыстыратын боламыз. Ең бірінші үлкендіктер, мысалы 5 мыңдық үлкен, 10 мыңдық үлкен. Сол үлкеннен бастап жабыстырамыз. Тесік жерін қалдырамыз, себебі біз қазір барлығын болғаннан кейін ағашқа тесігінен клей құйып ағашқа жабыстыратын боламыз. Барлығын жабыстырып шығамыз. 10 мыңдықта, 5 мыңдықта бірдей. Строительный магазинде осындай жіптерді сатады. Мынау мешоктың жібі ұқсап әдемі болып көрінеді. Бұны ыссы клейдің көмегімен ағашымызға орап аламыз. Өздерің қалауыңызбен орайсыз. Мен мысалға мынандай просто ағаш болып тұрсын деп осындай жіппен байладым, орап шықтым. Сіздер қағазбен немен жабыстырсаңыз болады. Манағы тесік жеріне клей құйып, ағашымызға кигіздік. Енді қалған ақшаларымызды дәл осылай бірінен соң бірін жабыстыра беретін боламыз. Манаға айтқандай, ең бірінші үлкен ақшаларды жабыстырып аламыз. 2 мыңдық, мыңдықтар деген кішкентай, долларда кішкентай, доллар деген ең бетіне жабыстырылады. Себебі ол үлкен ақшалардың арасынан көрінбей қалады. Ақшаларымызды бәрін жабыстырып болдық. Енді жаңа қиған ақшаларымызды дөңгелек қылып құйып, араларына жабыстырып шығатын боламыз. Енді бұл шелектің астына мана қалған жібімізді, жылтырақ қағаз болсын, любой затты өстіп салып ыссы клеймен қатыруға болады. Моншақ салсаңыздар да болады, ыссы клеймен қатырып. Мата салсаңыздар, мақпал салсаңыздар да болады ішіне де. Өздерің қалау бойынша сала бересіздер. Әртүрлі моншақты ыссы клеймен жабыстырып, ақшаларды жабыстырып, тең жабыстырсаңыздар да болады. 100 теңге, 50 теңге деген сияқтыларды жабыстырып қоюға болады. Ыссы клейдің көмегімен гүлдердің ұштарына
әртүрлі моншақта жабыстыруға болады. Сіздер де дәл осылай жасап көрсеңіздер өте әдемі көрнекті болып көрінеді. Менің видеом ұнап жатса маған лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліңіздер.